Қайырлы күн достар, бүгін біз бисквитный пирожный пісіретін боламыз. Қажетті заттарды қазір описанияға жазып қалдырамын. Бірінші 3 жұмыртқамызға қантты салып жақсылап миксерлеп аламыз. Яғни біздің массамыз 2 есе көпіргенше, аппақ масса шыққанша миксерлеп аламыз. Бұл бисквитіміз өте жұмсақ. Үйлеріңіздегі ата-апалар болса, барлығына ұнайды. Осы бисквитный пирожныйды істеуге сіздерге кеңес беремін. Және ұзақ уақыттарыңызды алмайды, тез дайын болады. Осындай әп-әдемі масса болғанша миксерлеп аламыз. Мен 4 ас қасық қаймақ қостым. Қоспасаңыздар да болады, өз қалауларыңызда. Қаймақты қосып, жақсылап миксерлеп алып, яғни біздің массамыз төмен түсіп кетпеуді қадағалауымыз қажет. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне шемішкі май қостым. Шемішкі май қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Енді құрғақ заттарды қосамыз. Ұнның үстіне разакетілді қосып, електен өткізіп қосамыз. Біздің тестіміз немесе сұйық, немесе қатты болып кетпеуі қажет. Миксердің көмегімен ішінде түйірдік қалып қоймайтындай жақсылап миксерлеп аламыз. Егер менің каналым ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздерді алда әлі талай рецепттермен бөлісетін боламын. Дайын болған тестімізді формамызға құйып, 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Тестімізді құйған кезде бір жағына қалың, бір жағына жұқа болып кетпеуі қажет. Екі жағын бірдей қылып формалап аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Кремі өз қалауларыңызда сливкимен және де басқа нелермен істесеңіздер де болады. Мен үй температурасында еріп тұрған сары майға сгущенкамен араластырдым. Сгущенканы бөліп қосып араластырдым. Осындай әп-әдемі крем дайын болды. Қатты сұйықта емес, әп-әдемі креміміз дайын. Енді суыған, піскен бисквитімізді формалаймыз. Мен өйстіп дөңгелек етіп істедім. Дөңгелек қылмасаңыздар да 4 бұрышты қылып істесеңіздер де болады. Өйстіп дөңгелек етіп, кремімізді жағып, жан-жағына бисквиттен қалғанда ұнтақтап жағып шығамыз. Менде осындай 17 штук шықты. Бетіне шоколад жағып, немесе орех қосып істесеңіздер де болады. Бұл отбасыңызға өте қатты ұнайды. Және тез дайын болатындықтан, қонақ келе жатса да тез осыны істеуге де болады. Егер менің каналым ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздермен болған баян, назарларыңызға рахмет.